Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кім қой қораға есіктен емес өзге жерден өрмелеп кірсе, сол ұры әрі қарақшы. Ал кім есіктен кірсе, қойлардың бағушысы сол. Қарауыл оған есік ашып, қойлар оның дауысын естіп таниды. Бағушы өз қойларын атымен шақырып, далаға шығарады. Шығарған соң олардың алдында жүріп отырады, ал қойлары соңынан ереді. Өйткені олар оның дауысын таниды. Олар бөтен кісінің соңынан ермей, одан қашады, себебі оның дауысын танымайды. Осы астарлы сөзді Иса Яхуди діндарларына айтып берді. Бірақ олар оның не айтқанын түсінген жоқ. Сондықтан Иса сөзін жалғастырып былай деді. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Қойлар кіретін есік менмін. Менен бұрын келгендердің бәрі ұрылар әрі қарақшылар болады. Бірақ қойлар оларға бағынған жоқ. Мен есікпін. Менен кіргендер құтқарылады. Олар емін-еркін кіріп шығып, жайылым табады. Ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы, ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлар үшін жанын қияды. Ал бағушы емес жалданған адам қойлар өзінікі болмағандықтан қасқырды көрсе, отарын тастай қашады. Қасқыр қойға шауып, оларды жан-жаққа бытыратып жібереді. Жалшы отарын тастай қашады, өйткені ол жай жалданушы, қойлардың қамын ойламайды. Мен ізгі бағушымын. Әкемнің менің әкемді жақсы білетініміз сияқты, мен қарамағымдағыларды жақсы білемін. Олар да мені жақсы біледі. Солар үшін жанымды қиям. Бұл отардан басқа да қойларым бар. Соларды да алып келуім керек. Олар дауысымды естіп таниды. Сонда барлығы, бірақ бағушысы бар бір тұтас отар болады. Әкем мені жақсы көреді. Себебі мен жанымды қиям. Содан кейін оны қайтадан алам. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиям. Қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет. Осы сөзге бола Яхудилер тағы да екі жақ болып айтысып кетті. Көпшілігі: оны жын соғыпты, сандырақтап тұр, неменеге тыңдап тұрсыңдар? Десе, басқалар: бұл жындының сөзі емес. Жын соқырдың көзін аша ала ма? деп қарсылық білдірді. Бұдан кейін Иерусалимде киелі үй мейрамы болды. Мезгіл қыстың кезі еді. Сонда Иса ғибадатхананың Сүлеймен патша атындағы бағаналы ғимаратында әрі-бері жүрді. Яхуди діндарлары оны қоршап алып: қашанға дейін бізді еліктіріп алаңдатып қоясыз? Құтқарушы Мәсіх болсаңыз, ашығын айтыңыз, деп талап етті. Иса оларға былай деп жауап берді: Мен оны айттым ғой, ал сендер сенбедіңдер. Әкемнің атынан істеп жүрген істерім менің сол екеніме айғақ. Бірақ сендер сенбейсіңдер, себебі менің отарымнан емессіңдер. Өз қойларым даусымды естіп бағынады. Мен оларды жақсы білем, олар маған еріп жүреді. Соларға мәңгілік өмір берем. Олар ешқашан жойылмайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып та алмайды. Оларды маған берген әкем бәрінен де ұлы. Ешкім соларды әкемнің қолынан да тартып ала алмайды. Әкем екеуіміз
бір тұтаспыз. Сонда діндар яһудилер оны тас лақтырып өлтіру үшін тағы да жерден тас алды. Иса оларға: Көз алдарыңда әкем тапсырған көп игі істер істедім. Солардың қайсысына бола мені тас лақтырып өлтірмексіңдер? деген сұрақ қойды. Діндар яһудилер: Сені игі ісің үшін емес, Құдайды қорлағаның үшін тас лақтырып өлтірмекпіз. Сен адам бола тұра, өзіңнен Құдай жасағың келеді. деді. Иса оларға былай деп жауап берді: Өздерін құрметтейтін киелі жазбада Құдайдың билерге арнап мынаны айтқаны жазылған. Былай деген едім: сендер Құдайсыңдар, ал киелі жазбалардың күшін жоюға болмайды ғой. Сонымен Құдай өзінің сөзі жеткен сол билерді Құдай деп атаған. Онда мен Құдайдың рухани ұлымын десем, қалайша Құдайды қорладың деп айта аласыңдар? Өйткені әкемнің өзі мені ерекше тағайындап осы дүниеге жіберген. Егер әкемнің маған тапсырған істерін істеп жүрмесем, маған сенбей-ақ қойыңдар. Ал егер мен оларды істеп жүрсем, тіпті өзіме сенгілерің келмесе де, істеген істеріме сеніңдер. Осылай сендер әкемнің менімен, менің әкеммен тығыз байланыста екенімізді түсінесіңдер. Содан олар Исаны тағы да тұтқындамақ болды. Бірақ ол араларынан сытылып шығып кетті. Мұнан кейін Иса қайтадан Иордан өзенінің арғы бетіне, бұрынырақ Жақия пайғамбар шомылдыру рәсімін орындаған жерге барып, сонда қалып қойды. Исаның қасына көптеген адамдар келіп былай десті: Жақия ешқандай керемет істеген жоқ, бірақ оның мына кісі туралы айтқандарының бәрі де шындық. Сол жерде жиналғандардың көбі Исаға сенді.